أشهد أن لا إله إلا الله. Ассаламу алейкум. Жандосов көшесіндегі Пандора орталығына бекер келген жоқпыз. Шымкентке кетер алдында машинаға GPS модулі бар күзет комплексін орнатпақшымыз. Орталық құлып болады және алдыңғы терезелері автоматты түсетіндей қыламыз. Кеттік. Виталик артқы есіктің бүйірін тесіп жатыр. Қазір ол жерге контактор орнатамыз. Күзет комплексінің өзі Pandora X3110+ деп аталады. Бұл өте жақсы жүйе. Система телефонмен де жұмыс істейді. Bluetooth арқылы орталық клуб орнатылған кезде, негізінде орталық клуб емес, центр клуб деп айтқан дұрыс. Өйткені ағылшын тілінде центр лок болады. Орыстар оны центр замок деп аударды. Қазақтар центр клуб деп қолданса, тіліміз көркейет. Техникалық қазақ тілі. Сәлем. Good morning, ground, mainstream. Қазақ тілді естідегі мен істейм. Егер түсім болмаса сөз бен істейм. Сөзді мағына секілді еуст. Қазір технологиялық тесік жасаймыз. Соның арқасында сымдарды жасырып қоюға болады. Намастың оң жағына электро әйнекті орнаттық. Қазір сол жағына көшеміз. Бөлшектерді әрине колеса KZ мобильді қосымшасынан таптық. Ол жерде кез келген модельге бөлшектер табылады. 24 hours later. Жігіттер хабарласып жаңа ДАМАЗ дайын дейді. Сигнализациясын тексерейік. Зацени, на что способна теперь твоя машина. Ондай болып тұрады. Опачки. Больше ничего не надо крутить. Электрлі терезе. Қараңдар. Да, теперь. Но это еще не все. Зацени вот это. Вау! Автоматты көтеріледі ғой. Да, они теперь и закрываются автоматически у тебя. Да, и также у тебя теперь у ключа вот такой вот крутой брелок. С него ты можешь открывать и закрывать машину. Орталық клуб, ашылып кетпейді. Да, все двери закрываются, независимо от того, сдвижные, не сдвижные. Вот. Жігіттер, мұндай күзет комплексі шамамен 130 мың теңге тұрады. Ну, это выходит примерно в 120 плюс-минус тысяч тенге обошлось. То есть... Біздің көрермендер грандамен, приорамен келетін болса... Да, вообще без проблем. Хоть любая машина, хоть авто. Ретро-автомобиль 50-х годов без проблем поставим. Скидос? Ну, скидос, конечно, будет. Виталий мен Данилге көп рахмет. Біз енді мынаны алып қойын, е? Все, забирай. Данил, біз Шымкентке кеттік. Көп рахмет сіздерге. Көріскенше. Ал, тексерейік. Жүріс кезінде қалай болады екен. Бірден оталды ғой. Көлік иесін сезеді ау. В общем, былай деп шештік, жігіттер. ДАМАЗды Шымкентке автобуспен салып жіберем ау. 850 шақырымды жүріп не қылам, жолда шаршайым. Оған қоса ауыр батарея мен дисклерді ескеру керек. Аман есен бүтін жетсін автобуспен, ал мен ұшақпен демалып барайын. Сол жақта кездесеміз. Шымкент мамырда мамыражай ғой, түрді қарасаш. Жаңа ұшақтан түстік. Осындай автобуспен Алматыдан салып жібергенбіз ғой. Бір орынға 100 экспедитор бар. Әйтеуір біреумен келісіп, техпаспорт кілтті беріп күтіп тұрмыз. 5 минуттан келу керек. ДАМАЗымыз. Келді ғой. Жаным сол балапаным, аман есен жеттің ба? Техпаспортты алдым. Ерланмен әлі кездеспедім. Қазір мынаны көргенде қуанып кетеді. Батареяларымыз ДАМАЗдың ішінде. Кеттік.
Салды ғарышқа ұшты доллар ақштың. Мұнда демократия жоқ, как штык. Максим Лакшин, таксиге лашып. Баймен кедей, кәдімгідей. Хабары bullshit, жаның ашит. Жаныңда кен бэшлик. Іздесің бізді компспен көзде оң. Ассалаумағалейкумдер. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Қош келдің, Олжеке. Рахмет көп. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ереке, қараңыз. Неге біздің аккумуляторларымыз? Машинамыздың жүрегі. Шығарамыз ба? Бастайық. Ал кет. Пышақ бар ма? Қытайлар әптен қаптапты ғой. Ереке, екінші қорапты ашамыз, сосын негізгі жұмыс қандай? Мотор, бензобак, қылшақтың бәрін лақтырайық. О, шынды кетті. Мына орнына қайтып келеді. Мен ойлағым, мотор шамамен 60-70 келі болатын шығар деп сөйтсем, Ереке, 100-дей бар, 100-ге жақын. 100-ге жақын. Сосын глушак ойладым мен, бір 15 келі болатын шығар деп. Сөйтсем, ол бір 7-8 келі. Ал мынау ауыр болып шықты, бензобак. Шамамен 20 келі. Ереке, екі жәшікті босатқанда азық батарея шықты ғой. Достар, міне ең қымбат деталь 1.200.000 теңге тұратын батарея бар. Бұл ДАМАЗтың жүрегі. Енді жұмыс істеу принципін түсіндіре кетсек, Ереке, плюс мына жақтан кіріп, минус мына жақтан шығады, иә, бізде міне 3 параллельно тұрады. 20 тізбекпен жүреді. Міне бізде мынау бастапқы плюс болатын болса, міне мынау тізбекпен қазір көрініп тұр. Соңғы мынау минусы мынау болады. Соның осы екеуінің арасы 72 вольт. Тамаша. Жүріс қоры қанша болады деп жобалап отырсыз? Бұл жерде бізде мынау үшеуі параллельно болғандықтан әрқайсысы 120 амперден 350 ампер. Егер гольфтен жеңіл болып шығатын болса, соңғы уақытысында бұл 200 километрден артық жүру керек. Бірақ 200 ол жүреді. Дәл қазір номинал 25 киловатт болып тұр сонда. Иә, достар, біз қол жетімді электромобиль жасап жатырмыз, сондықтан бізге 400 емес, 72 вольтта жеткілікті. Бұл бюджет электромобиль десек қателеспейміз, иә? Контроллер деген осы алпауыт электрокүшті дөңгелекке беретін аппарат. Енді осы батареяларды орналастыру мекенін тапсақ, боксты қалай жасаймыз? Ого, орын жетеді мына жақта. Қалай орналастырам десең де? Бізге арнайы жиналған сияқты ғой. Иә, ДАМАЗ электромобиль болуға жаралған әу баста. Бірақ оны инженерлер білмейді. 70 сантиметр дейді. 80-ге жоқ, 75. Яғни бір блок сиіп тұр, емін-еркін? Иә, ойланбай сияды екен. Ал мынау трансмиссия мен электромоторды жалғайтын жалғағыш плита. Жұмыс моделі. Дұрыс па? Иә, бұл біріншіден арнайы ағаштан кестірдік, өлшеу үшін, қате кетпеу үшін. Әзірше макет. Иә, макет. Бұны өлшеп көрдік. Міне. Дәл келді. Дәл келді. ДАМАЗымыздың штатты сцеплениесі қалады ғой? Иә, қалады. Қалай жұмыс істейді? Жұмысы мынандай болады. Мысалға, электромотордың беткі жағы, мына жерден бізде вал шығып тұрады. Сондықтан мынау маховик орнына отырады. Кәдімгі машинаның штатты сцеплениясы жұмыс істейтін болады. Электромобиль құрастырам десеңіз, мынандай негізгі детальдарыңыз болу керек. Ол контроллер, конвертер, қуаттау құрылғысы және қалғаны. Ерекені жоғарыдағылар түсіндірер. Мынау бізде контактор. Бұл біздегі 72 вольтты ең күшті нелерді токты өткізетін, былай айтқанда жоғары кернеу бар. Иә, жоғары кернеуді өткізетін контактор осы болады. Вакуум памп. Мынау бізде тормозды электрический вакуум жасайтын осы моторчығы. Мынау 220 вольт шығаратын
Неге? Мынау бізде жылытатын пленка. Аккумуляторды жылытыстау керек. Сондықтан мынау 220 вольт шығаратын осы пленканы істеп тұратын болады. 12 вольттық құрылғылардың барлығы мына конвертер арқылы жұмыс істейді. Былайша айтқанда генератор ғой. Иә, генератор. Қуаттау сыма жігіттер. Lightning. Сіздер iPhone-ды қуаттаған кезде кішкентай сым қолданасыздар ғой. Біз Damas'ты қуаттау үшін осындай қалың сым қолданамыз. Бұның қанша кернеуді көтереді ме? Бұл жерде егер 220 вольттан алатын болсақ, 5 киловатт, 6 киловатт көтере алады. Ойланбай. Бұйыртса 8-9 сағат. Одан ары қарай керек емес. Мынау енді сіздің өнеріңіз ғой. Иә. Қақ тыңдаптыңыз. Дисктің несі ау? Колпактық ма? Иә. Әдемі. Бағасын айта кетейін, контроллер мен қуаттағыш бізде 255 мың теңге тұрады, конвертер 81 мың, қалғандары шамамен 500 мың ба, сондай шықты? Иә. Жалпы бюджет 3,5 миллион. Бұл тек қана детальдар. Жұмыссыз. Much later. Ол жеке, Ау. қораптың өлшемдері дайын, мен фанераға барайын онда. Кеттік онда бірге. Ол, жарайды. Шанхай түсті ескі шаһардағы құрылыс базарына бар жатырмыз. Құдайға шүкір Шымкентте бәрі істеп тұр, бәрі жақын. Ереке, батареяның корпусы фанерадан жасалған дұрыс па жалпы? Менде гольфта 4 жыл болып тұрғанын. Бір жағынан жылыны жақсы сақтайтын. Гидросоққыдан қорғай ма? Оның сыртынан әлі темірмен қаптасақ, сонда қауіпсіз зор. Онда базар жоқ, иә. Кеттік онда. Бензобак, радиатор, газ шығару жүйесі, бензонасос және мотордың сатылып жатқан колеса KZ-тен көресіз. Хабарландыру беру оп-оңай. Колеса KZ-ті ашып, қосалқы бөлшектерге кіреміз. Бөлшектерді сату айдары бар. Damas'тың моторы сатылады деп жазам. Хабарландыру мәтінінде қозғалтқыш навесной-мен бірге жүретінін жазам. Үлгісін, буынын, жағдайын бар болуы, әрине, бағасы ширек миллион. Сақтаймыз, фото қосамыз, ары қарай болды, дайын. Достар, біз Damas'тың Саймадар панелінде өзгертіп жатырмыз, кастомдық болады. Бензин көрсеткіш ұяшығын алып тастадық, байқаған шығарсыздар. Оның орнына батарея, электромотор температурасының көрсеткіші және батарея жылыту мен электромотор вентиляциясының индикаторы болады. Төменгі жақта батарея қуаты санмен, яғни пайызбен көрсетіледі, ал спидометр стандартты штаттық тросикпен. Мұқа жаңа Саймандар панелінің пиктограммасын әзірлеп жатыр. Түсіндіңіздер ғой, бұл жерде бір адам емес, бүтіндей бір команда жұмыс істеп жатыр. Қазірден токарьға апарам. Плитамыздың жобалық. Так, плитамыздың жұмыс жобасы алғашқы, плитамыздың алғашқы жобасы дайын. Сіздің сызбаңыз бойынша қазір токарьға апарам, қосымша тесіктер жасап сыртын өңдейміз. Бұл 10 мм темір, ал оң қолында Damas'ымыздың колимвалы. Бұны қысқартып, жалғағыш жасаймыз маховикке. Достар, проблема. Шымкентте өзі есі дұрыс 3-4 токарь бар, соның екеуі тапсырыс қабылдаудан бас тартты. Не істейміз? Оларды күту керек, немесе тағы іздеп табу керек. Токарь деген халықтың мінезі өте ауыр болады. Жаңа жұмыс принципін қалай жасау керек екенін түсіндіріп аттық. Камераны көре сап, что снимаешь деп теріс айналып, қолын бір сілтеп кетіп қалды. Ну как бы вот так нужно сделать. Что снимаешь? Еліктемедім жағу үшін қауымға, өзгенің ойың жайматыңдай қабылда. Жолыңды қуып, өзіңді іздеп табуға, шамамен бір жыл қалуда. 3 days later. Ал мінекей коробкамен моторды қостық. Арасында осы переходная плита бар. Қалыңдығы 10 мм. Сондықтан қатты мықты болады. Орында келді, бәрі дұрыс сияқты. Бір нәрсе тиетін болса, қазір дұрыс шығар еді. Бәрі тыныш, әдемі.
Ассалаумағалейкум жігіттер. Ереке. Ассалаумағалейкум. Ол жеке. Алматыда болдым, ренжімеңіз. Шоу жасау керек болған қалмай. Зада құрғол келген жоқ, Мереке. Қарашы қандай басқару блогының бетіне мөлдір қақпақ жасаттым. Колеса деген жазуымен. Жынды. Бұл жерге 2 кулер қоямыз. Сәл кейінірек неон орнатсақ, вообще жарқырап тұрады. Беті сырық па? Жоқ, жаңа пленка ғой. Не істейміз? Басқару блогының коммутациясын аяқтап дамбасқа қоямыз. Аккумуляторды орнатып, қуаттау сымын жалаймыз. Ереке, саусаққа не болған? Техникалық қауіпсіз сақтамаса осындай болады екен. Қатты жарақат па? Иә, кесіп, тырнақты жұлып алды. Абайламайсыз ба? Қазаққа +1 электромобиль, -1 саусақ дейсіз ғой. Иә. Бер кел тербел қимылдат белді. Don't tell me anything, жай ғана биле. Так, жігіттер, 110 миллион көтеріш жерек. Тендер. 110 келі емес, ол 1,5 миллион теңге. Иә, 1,5 миллион теңге. Don't touch me, nigga. Боп, танцполды көрден барам. Четко. Басқару блогын ұстап тұратын угольник жасап жатырмыз. Қазір оны мына жаққа орнатамыз. Екеуі лонжеронға бекітіледі. Биіктігін өзіміз реттей аламыз. Үшіншісі алдыңғы жақта. Сәбит подушка дайындап жатыр. Мынау электромоторды астынан ұстайтын жастық. Бізде мұнайдың үшеуі болады, иә? Мұның негізгісі астынан. Негізгі астынан мотордың астында тұратын. Қараңыздар, қандай идеал. Төменгі жағында тұрады әрине. Рама мен электромотордың арасында. Шотта кеш. Қыздар мен балдар қайырлы кеш. Бүгін мас боп қуға желание бешін. Басқару блогын орнаттық. Дамастың инженерлерін бір суретке түсіріп алайын. Жігіттер, дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ол жеке? Маша дайын. Тест-драйв көріңіз бе? Расымен ба? Иә. Түнгі тест-драйв? Иә. Ехала. Сәке, есік тасшы жөри. Ал жігіттер, дайынсыңдар ма? Пуштар, қараңдар, жанып тұр. Мынау от алғандағысы ғой. Дыбыс жоқ. Үшке салам ба? Үшке салам. Ал кеттік. Жүрді!